Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қазақ халқының ұлттық дағдысының бірі брынза дайындауды үйренеміз. Ол үшін сиырдың сүтін газымызға қойып, жылытамыз. Сүтіміз біркелкі жылу үшін араластырамыз. Сүтті мен жас қозының ұлтабарымен ұйыттым. Сүтім ұю үшін 1 сағатқа газымыздың астын сөндіріп, қақпағын жауып қалдырдым. 1 сағаттан кейін сүтіміз осылай қою болып ұйып тұрады. Видеода көрсетілгендей етіп өз матасынан дайындалған қалташамызға ұйып тұрған сүтімізді құйып аламыз. Ұйыған сүтімізді құйғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп қалташаның бір бұрышына жинақтап, суы тартылғанға дейін ұстаймыз. Подносымызды алып, қалташамызды үстіне қойып, қолымыздың көмегімен 4 бұрышты пішінге келтіреміз. Екінші подносымызды үстіне қойып, ауыр затпен бастырамыз. 30-40 минуттан кейін алып, қалташамызды ашып қараймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, мен 8 бөлшекке бөлдім. Сіздер одан да жіңішке етіп бөлсеңіздер болады. Тұз дәмін келтіру үшін брынзаларымызды 2 жағын тұзға батырып аламыз. Және де тұзы сіңу үшін, бойындағы артық суы тартылу үшін 1 қапталын биіктетіп қоямыз. Бүгінгі біз сіздермен бірге дайындаған қазақ халқының ұлттық дағдысының бірі брынза, және де брынзамызды осылай кесіп ұсынсаңыздар болады. Қалған брынзаларды пакетке салып холодильникте сақтауға болады. Астарыңыз дәмді болсын, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.